Қайырлы күн, құрметті көрермендерім. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен панкейктің рецептімен бөлісемін. Бір жасағаннан сәтті шығады, өте жұмсақ, сондай дәмді, майсыз піседі, керемет болып шығады. Жасап көруге кеңес беремін. Сәтті рецепттің бірі болады. Өте дәмді, таңғы асқа жасасаңыздар, әрі тез, жылдам жасалынады. Жасап көруге кеңес беремін. Каналға тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып, тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бізге керегі сары жұмыртқа, 2 сарысы жұмыртқаның және үстіне қант саламыз. Кішкене араластырып, үстіне қаймақ саламыз. Менде қаймақ 20%. Енді ол проценті пайыздығы маңызды емес. 15-те 10%-та бола береді. Тұз салдым. Енді ұнға соданы қосып, біріктіріп араластырып аламыз. Ұнымызды салып, араластырамыз да, дайындап қамыр қыламыз. Осындай қою болып тұрады. Енді жұмыртқаның ағуызын миксермен ағартып алуымыз қажет болады. Ағуызымыз осылай қою болып дайын болды. Енді үстіне қосып біріктіреміз. Қамырымыз дайын болды. Осындай болады сұйықтығы. Енді тапамызды қатты ысытып, орташа отта пісіретін боламыз. Бір қасықтан салып, осылай кішкене дөңгелетіп аламыз. Осындай тесік пайда болады, сонда аржағы пісіп дайын болған деген сөз. Енді арғы бетін бұлай ауыстырамыз. Пісіп дайын болды. Тағы да құямын. Тағы да құйып, бірнешесін көрсетемін сіздерге. Осылай тесіктер пайда болғанда астыңғы жағы піседі. Енді келесі бетіне аударамыз. Жылдам піседі, 1 минутта 2 жағы пісіп дайын болады. Пісті. Енді тағы біреусін көрсетіп жіберейін. Пісті, барлығы дайын болды. Осындай қаймақпен жесеңіздер болады. Өте керемет, дәмді болып шығады. Мына ортасын сіздерге бөліп көрсетейін.
толықтай барлығы піседі, сондай жұмсақ, иісі де керемет. Таңғы асқа дайындасаңыздар, өте дәмді, шаймен ішкен, сондай дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, подписка басып, қоңырауды басып қойыңыздар.